Сәлеметсіз бе, қадірлі көрермен? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерді біріншіден жаңа жыл мерекесімен құттықтағым келіп отыр. 2023 жыл барлығыңыз менің каналыма, қазақ тілді каналға қолдау көрсетіп, менің каналымның өсуіне, дамуына ықпал еткендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. 24 жылда менімен бірге болады деп сенемін. Сол осындай жаңа жыл мейрамында дастарханымызда міндетті түрде болатын тамақтың түрі холодец. Мен бүгін соны істеп көрсетемін сіздерге. Оның дайындалу әдісі әртүрлі. Мен соның ерекше бір түрін көрсететін боламын сіздерге. Мен оны 2 қазанда пісіремін. Нәтижесі 1 қазанда піскендей болып шығады. Дайын болғанда оның түрі мынандай. Осылай дәмді холодец пісірудің рецепті описаниеден кейін жазылып тұрады. Бастаймыз ендеше. Міне бізге холодецке осындай сиырдың аяғы керек. Негізі енді әртүрлі пісіре береді. Мына жақтан ары қарай тұяғы болады ғой сиырдың, сол тұяғын да қосып пісірсе болады. Осындай шұңғылдау кастрюльге ыңғайластырып саламыз да салқын су құямыз. Толтырып 1 ас қасық тұз саламыз. Содан кейін оттың үстіне қоямыз да қайнатамыз. Міне тұяқты осылай 3-ке бөлгізіп алдым. Кастрюльге сыйымды болсын деп. Міне жақсылап жуып алдым. Тұяқты да міне қарайған жердің бәрін қырғышпен жақсылап жуып алдық. Жақсы еріп тұр екен, міне бәрін жуып. Енді осы бөлек ыдыста 1,5 сағат қайнатып аламын. Ол үшін салқын суымызды құямыз. Сөйтіп отқа қоямыз. Міне отқа қойдым. Етіміз қайнады. Оның көбігін жақсылап аптастаймыз. 7-8 сағат қайнау барысында сорпасы азайған жағдайда мен су қайнатып қоям. Соны қосып, ет сүйек батып тұратындай етеміз. Енді астын өте жай отқа қоямыз да 7-8 сағат қайнатамыз. Жай отта жақсылап 1/2 сағат қайнатып аламыз. Міне кастрюльдеріміз қайнап жатыр. Мына жақта етіміз сүйегімен, мына жақта тұяғымыз қайнап жатыр. Мен қазір мына тұяқтың қайнағанына 25-30 минут болып қойды. Қазір мен суын ауыстырамын. Міне суын төктім. Қазір басқа су құямын. Басқа суды қайнатып қойдым. Қайтадан отқа қоямын. Енді астын мүмкіндігінше жай қоямын. Және 1-2 шай қасық тұз қосамын. Міне 2 кастрюлімізде отта тұр. Енді бұған арасында қарап қозғап қойғаныңыз болмаса, алаңдамаймыз. Пісуге жақындағанда 1-6-7 сағаттан кейін көңіл аударатын боламыз. Бүлкілдеп жай қайнай береді.
Міне, екі кастрюльіміздегі заттарды 8 сағат қайнады. Қазір мен алдымен түсіремін. Астын өшіріп, мына жердегі етті сүйегімен түсіріп аламын. Мына жерде тұяғымыз бұлбырап пісіп тұр. Мен сәбізді 1-2 сағат қайнағаннан кейін түсіріп алған едім. Менде 2 кастрюльде қайнады. Мына сорпамыз бізде, мына ет қайнаған сорпа сүйегімен. Ал мына сорпа, бұл мына тұяқтар қайнаған. Тұяқтар емес, бір тұяқ. Осы тұяқ қайнаған сорпа. Мына 2 бөлек-бөлек қайнаған сорпаны сүзгіштен өткізіп, бір-біріне қосатын боламын. Міне, 2 сорпаны қостым. Енді мына піскен етімізді сүйегінен ажыратып, жақсылап бөліп турап аламыз. Турамаймыз, қолмен ақ міне, бәрі жақсы бөлініп тұр. Қолмен ақ өзі ыдырап. Еті сүйегінен бөлініп тұр, 8 сағат қайнады уылжып. Мына чесноктарымызды үкіштен өткізіп аламыз. Мына үкіштің майда жағынан. Өткізіп алдық чесногымызды. Енді мұны ыдысымызға сала тұрамыз. Сәбізді де дайындап аламыз. Сәбізді әдем болу үшін былай гүл болып шығу үшін осылай жасап аламыз. Міне, сәбізіміз де дайын. Міне, етіміз дайындап алдық. Енді тұяқты дайындап аламыз. Міне, бәрін турап алдық. Енді қазір мына тұяқтың сіңірлерін етпен араластырып аламыз. Ол үшін жаңағы етімді қайтып үлкенірек табағыма салам. Оның үстіне тұяқтың сіңірлерін саламын. Үкіштен өткізіп қойған чесногымызды аз ғана сорпаға салып, жақсылап араластырып аламын. Бір шай қасық қарабұрыш саламын. Қойған еттің үстінен құйып, жақсылап араластырып жібереміз. Не, шай ішетін кеселерімізді дайындап алдым. Алдымен петрушканың жапырақтарын салып шығамыз. Петрушка болмаса, укроп салуға болады. Енді ол өз қалауыңыз бойынша. Ұнатпайтын болсаңыз, салмасаңыз да болады. Дайындап қойған сәбізді де тура солай бөліп салып аламыз кесенің түбіне. Ендігі кезек етте. Дайындап қойған етімізді де бір келке етіп бөліп кеселерге салып шығамыз. Гүл жасағаннан артылған сәбіздерді ұсақтап турап арасына салып жібереміз. Барлығы дайын болғанда сорпамызды құямыз үстінен. Дайын болған соң тоңазытқышқа салып 4-5 сағат күтеміз.
4 сағаттан кейін шығарып жей беруге болады. Дайын холодец. Тарелкаларға төңкеріп саламыз. Сол кездегі көрініс осы. Астарыңыз дәмді болсын. Тарелкаға төңкеріп салғанда осындай көрініс. Қайнатқан сорпамнан 16 кесе шықты. Ас болсын.